Ассаламу алейкум, күндеріңізге сәттілік. Бүгінгі видеода балаға қысқарып қалған, шкафта орын алып, босқа келмей тұрған шалбардан әдемі юбка тігетін боламыз. Қазіргі трендте болып жатқан юбканың бірін тігетін боламыз. Сондықтан да менімен бірге соңына дейін болыңыздар, нәтижесін бірге көрейік. Менің шалбарым осындай, балаға кең. Алдында осындай артық матасы бар, осы жер маған ұнамай тұр. Сосын қалтасы бар. Қазір сөгітетін боламыз. Осы аралықты сөгітіп алып тастауымыз қажет. Ол үшін бізге осындай сөгіткіш қажет болады. Барлық фурнитура магазиндерінде оңай табылады. Осымен сөксеңіз, жұмысыңыз біраз жеңілдейді. Егер сіз осындай сөгіткішпен алғаш рет жұмыс жасап тұрсаңыз, онда байлаңыз, бұл өте өткір. Матаңызды тесіп алмай, ақырындап, осылай аккуратны сөгіп шығамыз. Бізге осындай артық жіптерінен тазалап шығуымыз керек. Бұны қолмен тазалайтын болсаңыз, біраз уақытыңызды алады. Мен сізге бір лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Бар болғаны қарапайым, осындай скотчтың көмегімен оңай әрі тез тап-таза етіп артық жіптерінен тазалап алуға болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай скотчты жабыстырып тартатын болсаңыз, осындай жіптерінен оңай тез арылуға болады. Бұл сіздің уақытыңызды үнемдейді. Ендігі кезекте алдыңғы жағынан осыншама тағы да сөгітетін боламын. Және артқы жағынан да 15 сантиметрге, 10-15 сантиметрге сөгітетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, мен барлығын сөгіп алдым. Енді осы артық жерін қиып алып тастаймын. Менің шалбарымның осы алдыңғы жағында осындай артық мата бар. Осы маған ұнамай тұр. Сондықтан алдыңғы бөліктің барлығын мен сөгітіп, осы артық матаны қиып алып тастайтын боламын. Ол үшін осы алдыңғы бөлікті артық жерін сөгітіп жатырмын. Не көріп тұрғандарыңыздай, артық матамды міне сөгітіп алдым. Тек қана артық жерін ғана алдым. Басқа жарына тиіскен жоқпын. Енді осы аралықты да сөгітіп аламын. Сол кезде менің белі шалбарымның шамалы ыңғайланып, әдемі болып қалады. Көріп тұрсыздар ма, қаншама мата артық. Осы жерді алып тастаймын. Осы ұзын жағын астына қарай өткізіп, содан кейін мына жағы міне қысқа ғой, соны бергі жағына бетіне өткізіп, әдемілеп тігіп аламын. Сол кезде менің юбкам біршама әдемі болып қалады. Юбкамыздың артқы бөлігі бұл жерді де қосып, осылай түзеу тігіспен ішкі жағынан тігіп шығатын боламын. Алдыңғы бөлікті тікпей тұрып, бірінші белін қосып тігіп аламын. Осылай етіп, инемен түйрелеп аламын. Бізге тігу барысында оңай болу үшін. Содан кейін сыртқы бетінен түзеу тігіспен тігіп аламын. Мінекей достар, біздің юбкамыз дайын, өте әдемі болып шықты. Сіздер де тігіп көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің видеома лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда уақытта бұдан да басқа қызықты, пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, қолдау білдіріңіздер, назар салып қарағандарыңызға рахмет.